Коллекторлар борышты өтеу жағдайларын өзгерту туралы борышкерлердің барлық өтініштерінің есебін жүргізуге міндетті. Барлығы тіркелетін болады. Қандай өтініштер келіп түсті, қандай шаралар қабылданды, қандай себептермен бас тартылды. Бұл талап коллекторлық агенттіктер жұмысының тиімділігін арттыруға және борышкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған. Егер сіз мысалы борышты өтеу мерзімін өзгерткіңіз келсе, немесе төлем мерзімін кейінге қалдыру туралы келіскіңіз келсе, коллекторлық агенттік сіздің өтінішіңізді тіркеуге, қарауға және негізделген түрде жауап беруге міндетті. Тиісінше қарыз алушылардың барлық өтініштерін және оларда қарау нәтижелерін есеп алу туралы енгізілетін талап өзара іс-қимыл процесін екі тарап үшін де ашық әрі қорғалған етуге мүмкіндік береді. Коллекторлар агенттікке борышкерлердің өтініштерін қарау қорытындылары туралы ақпарат жіберуге міндетті емес. Осы жылғы наурыз айынан бастап агенттікке есептер ұсынудың қажеті жоқ. Барлық ақпарат автоматтандырылған жүйе арқылы жіберіледі. Бұл коллекторлардың қызметін бақылауды жеңілдетеді. Енді берешекті өтеу шарттарының өзгеру туралы өтініш қабылданған күннен бастап борышкерге шешім жіберілгенге дейін коллекторлық агенттік сотқа дейінгі өндіріп алуды тоқтата тұрады. Нотариусқа атқарушылық жазба жасау туралы өтінішпен жүгінбейді. Берешекті өндіріп алу туралы сотқа талап қоймайды.